Сәлем достар, бүгін біз алмұрттың пайдасына тоқталып өтейік. Ғалымдардың айтуынша, алмұрттың адам денсаулығына тигізер пайдасы өте зор. Біз ойлағаннан да мол. Мәселен, серік дәрігерінің магазин Новости басылымына берген сұхбатында алмұрттың мынадай пайдалы жақтарын айтады. Алмұрт қандағы холестерин мен қанттың деңгейін түсіруге көмектеседі. Сол арқылы қан қысымын реттейді. Бұл жемістің құрамында С дәрумені мол болады екен. Ал С дәрумені ағзадағы жасушаның бөлінуін болдырмайды. Бұл жағынан келгенде алмұрттың пайдасы балдың тигізер пайдасымен бірдей. Дәрігерлердің туберкулезбен ауырған, тыныс жолдары ауруларына шалдыққан адамдарға алмұрт жеуге кеңес беретіні содан. Алмұрттың құрамында жасұнық мол болады. Ал жасұнық ас қорыту мен ішек жұмысын жақсартуға септігін тигізеді.